Төлеубай қызы Райхан. Анамыз Төлеубай қызы Райхан 1945 жылы 10 тамызда дүниеге келген. Әкесі Төлеубай, анасы Қапшөкен. Анамыз Төлеубай қызы Райхан 1962 жылы қараша айының 5 күні әкеміз Сәрсенбекұлы Бағдәулетпен отау құрады. 1964 жылы тұңғыш ұлдары Айдар дүние есігін ашып, ата-анамыз алғаш рет әке-шеше атанып, кейін інілері Бектөлеу мен Серік, қарындастары Ләззат, Гүлзат, Әсем дүниеге келеді. Әкеміз бен анамыз бізді аялап, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай мәпелеп, асырап жеткізді. Кезінде біздер үшін ата-анамыз аянбай маңдай терлерін төгіп қызмет етті. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, 18 немере, 17 шөбере сүйіп, қызық қуаныштарына куә болып отыр. Ата-анамызға мың да бір алғыс. Асыл адам өмірі ғұмыр дастан, ғибратты жол жақсының ізін басқан. Бір әулеттің киесі әзиз ана, құтты болсын 80-ің еніп жатқан. Қажырлы жан ұшан теңіз еңбегіңіз, бейнеттің бел асуын жеңгеніңіз. Қайсар ана, қасыңа сыр алдырмас, қиясына 80-нің келгеніңіз. Қара бұлттың ауылы қырдан асып, жарық күн болсын әркез көргеніңіз. Қара жұмыс қиын деп жасымаған, ана ғой әлемдегі асыл адам. Ұл қызыңды шығардың биік шыңға, куә ғой басын иген ғасыр оған. 80-нің сеңгірінен сергіп өтіп, 100 деген жетіңізші жасыңа аман. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық қоштарың өзіңе арнаған. Әлделеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық қоштарың өзіңе арнаған. Әлделеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын.